қазақтың салт дәстүрі бойынша менің есімде ерекше қалғаны, атамыз да ұстаз, мектеп жақтан келе жататын. Қолында картаны көрсететін таяқшасы, картасы болатын. Мен 5 жасар баламын, әкімтай деп айқайлайтын. Сонымен жүгіріп барып мойнына асылатын тұғым. Содан ол кісінің қолындағы таяқшасымен картасын алып, жүгіріп үйге барып, кабинетіне қойып, қайтып шығатын тұғым. Сол кезде әжеміз құман алып күтіп тұратын. Ондағы ой, атасының қолына су құйса екен деп. Атамыздың қолына су құятын тұғымыз. Сонда атамыздың айтқан бір ауыз сөзі, өркенің өссін деген бата сөзі, мерейімізді көтеріп, абыройымызды асқақтататын. Сол, жанымызды. Соның бәріне аңғай беріп, соның бәріне мүмкіндік жасайтын, бар жоғы 4-ақ кластық білімі бар, Тантай деген әжеміздің арқасы. Ол кісі осы 90-ға дейін көптеген кітаптарды оқыды. Біз мектепке бармай жатып, көптеген ертегілерді сол кісіден естідік. Көптеген ғибратты әңгімелерді сол кісі оқып беретін. Дауыстап тұрып оқып. Әжеңіз ба, атаңыз ба? Әжем ғой, әжем тұрады. Атамыз ол анау қарлығаш не істеп жүр? Балапандарына дән тасып жүр. Анау құмырсқа не істеп жүр? Өзіне үлкен дәнді көтеріп жатыр деп. Соның бәрі зеректікке баулы. Зеректікке, содан барлық тыныс-тіршілік ол еңбекпен табылады деп, еңбекті де үйретіп, әлі күнге дейін қоршаған ортаға деген сүйіспеншілікті де арттырған сияқты, байқамбаздықты да арттырған сияқты.